Үш зат бар екен, басталуы бар, аяқталуы жоқ. Әуелі Құдай бастады, ол сізбенен біздің рухымыз, жанымыз екен. Басталды. Абай атамыз айтады ғой, менімен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты, өңкей білмес дейді. Менімен менікіде менің тәнім және жаным, сол екеуінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты, өңкей білмес дейді. Сол себепті өлген адамдарды өлсе өлер, табиғат адам өлмес дейді, Абай атамыз айтады. Табиғат өледі ол. Қурап қатқаны ол табиғаттың өлгені. Табиғатта өткен тіршілік бар, адамда тіршілікте жан да бар. Түсінесіздер ма? Тіршілік, ана сперматозоидты қарасаң, тіршілік бар адамда. Ана талды шауып атсаң, жан болатын болса, ол байқұс шыңғырар еді жанына тиіп. Бірақ тіршілік бар ода. Қараңыз. Сонда Абайдың айтқаны, менімен менікінің айырылғанын жаңағы өлді деп ат қойыпты, өңкей білмес дейді. Бірінші зат сізбенен біздің жанымыз екен. Жаратылынған, басталынған. Адам алейхиссаламға Құдай тағала жан берген кезде сол кезде басталынған. Бірақ қараңыз, дүниеде кәпір адамдар мәңгі тозақта болады, мұсылмандар мәңгі жәннатта болады. Жаны мәңгі. Сол сияқты жәннат тозақта мәңгілік зат. Басталуы бар, аяқталуы жоқ. Одан кейін үшінші сипат Құдай тағаланың, бұл Аллах тағаланың басталынбайтындығына дәлел, хуәл әуәлу уәл ахиру. Ол Құдай тағала әуелгі және соңғы деді Құдай тағала, қараңыз. Осы Құдай тағаланың бақо сипаты, мына қазақта айтады, бақилық болды дейді. Бақилық болды деген мәңгілік болды деген сөз. Сол арабтың бақо сөзінен шығып тұр. Ана мәңгі бақи қосылмаймыз екеуміз дейтінде өлеңдер болушы еді баяғыда. Сол сияқты бір зат істеп бітірді, бітті, мынау вечный болады дейді. Вечный зат жоқ, вечный зат ол Құдай тағала ол. Түсінесіздер ма? Мәңгілік зат жоқ. Ал Құдай тағала Құран кәрімде бүкіл нәрсе түгесіледі Алланың затынан басқа. Азраил періштеге бүкілін жанын ал деп бұйырады қиямет күні. Бүкілін жанын алынады сол кезде. Ең соңында өзінің жанын алады. Хамалатул аршын көтеріп тұрған 4 періштенің жанын алдың ба дейді. Я, оның да жанын алдым. Енді ешкім қалған жоқ дегенде, ендеше өз жаныңды өзің ал деп Құдай тағала бұйырады. Өлім періштесіне, Азраил періштесіне, жан алатын періштеге. Қараңыз. Осы бірінші әл-уджуд, Алла тағаланың бар болу сипаты, екінші әл-қидам, ежелден, одан кейін әл-бақо, мәңгі қалушы сипаты, одан кейін әл-мухалифату лил хавадис, Алла тағаланың жаратылысына тескері сипаты. Қараңыз, бүкіл жаратылыс бір-біріне ұқсай береді. Алла тағала жаратылысқа ұқсамайды. Бүкіл жаратылыс бір-біріне ұқсай береді. Маймылдың да қолы бар, сенің де қолы бар, қойдың да тұяқ болса да әйтеуір аяғы бар, сенің де көзің бар, оның да көзі бар. Бүкіл жаратылыс бір-біріне ұқсай береді. Бірақ бүкіл жаратылыс бір-біріне ұқсамайтын жаратылыстар болады. Ауа сенімен ұқсамайды, тау сенімен ұқсамайды, тал сенімен ұқсамайды. Бірақ бір затынан ұқсайды, жаратылу жағынан. Оның да басталуы бар, сенің де аяқталуың бар, оның да аяқталуы бар, сенің де аяқталуың бар. Жаратылыс жағынан ұқсайды ол бәрібір. Түсініңіз ба? Сондықтан бүкіл жаратылыс ол Құдай тағалаға ұқсамайды, Құдай тағала бүкіл жаратылысқа ұқсамайды. Құдай тағалаға көз, қол, аяқ деген нәрсе істетілінбейді. Аршының үстінде отыр деген нәрсе істетілінбейді. Бұл әлем болмаған кезде Құдай тағала болды. Бұхариде келген хадисте «Кән Аллаху вәләм якун шайун ғойруху». Аллах тағала болды, одан басқа ештеме болмаған кезде деді. Насранилар сол сұрақты қоятын болған жаңағы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келеді айтады: «Ей Мұхаммед, тауды кім жаратты? Алла. Тасты кім жаратты? Алла». Соңында келеді: «Құдайды кім жаратты? Алла». Солардың қойған сұрақтары ғой жаңағы. «Сифлана роббак». Бізге Раббың сипаттап бер жүрші, сендердің құдайларың қандай деді. Сол кезде әрбір сүренің түсу сәбабы нузул, түсу себебі болады. Сол кезде Ықылас сүресі түскен. «Құл ху Аллаху ахад». Айт, ей Мұхаммед, оларға айт: Алла жалғыз. Қараңыз, ей Мұхаммед, оларға айт: Алла бір деп айт деген жоқ. Алла тағала жалғыз деп айтты. Жалғызбен бірдің айырмашылығы бар. Бір десең қасында 2, 3, 4 цифр жалғасады. Жалғыз дегеннен кейін цифр жалғаспайды. Құдайдың құдіреті, Құранның бір нәзік сыры осы да, қараңыз. Сондықтан да имам Абу Ханифаның сөзі бар: Құдай тағаланың жалғыздығы санақталу жағынан емес дейді, құдіреті жағынан жалғыз дейді. Мына жерде Арыстан ағаға бүгін дәріс болады, келіңдер десе, мына жерде жалғыз адам отырса, ол Арыстан ағаға жалғыздықты, аздықты білдіреді ол. Түсіңіз ба?
Ал Құдайдың жалғыз болу осындай санақталу жағынан емес дейді. Ол құдіретті зат тек қана сол жалғыз Құдай тағала екендігі жағынан жалғыз дейді, қараңыз. Сондай құдіретті зат тек қана Құдай екендігі жағынан жалғыз дейді. Сондықтан да Құран-ы Кәрімде бір деп келтірген жоқ, не деді? Ахад, жалғыз. Аллаху самад, Аллах тағала мұңсыз, аспан, жерді Құдай тағала жаратты. Оны жаратпастан бұрын Құдай тағала болды. Оны жаратқаннан кейін де оған мұқтаж болған жоқ. Лам ялид ва лам юлад. Христиандар мен яһудилерге осы аят рот беріп жатыр. Тумады да, туылмады да. Христиандар не дейді? Иса алейхиссаламды шешесі Мариям әкесіз туған. Демек оның әкесі Құдай деді. Сөйтті да Құдайдың баласы да Құдай бола алады деп Исаның өзіне тікелей табынып кеткен дәлелі бар ішінде, Алла сақтасын. Түсініңіз ба? Ма буни алал батил фахуа батил. Бекердің үстіне құрылған нәрсенің барлығы бекер болып кете береді. Фундаменттің үстіне, фундаментті кірпіштің үстіне қаламайсың ғой. Бірінші цементті, фундаментті қоясың. Ал қараңыз, осы жерде айтып жатыр, тумады да, туылмады да. Бітті, Құдай тағала туылмады да, туылмады, ол жаратылмаған зат. Уәләм якуллаху куфуан ахад. Оған тең келетін ұқсас ешқандай зат жоқ Құдай тағалаға. Осы қысқаша ақида, мұсылманның ақидасы осы. Қысқаша айтқан кезде. Қараңыз. Қазір жүр ғой, Құдай тағала қайда деп айт, сен сол кезде аспанда десең, сол кезде сенің иманың кәміл болады деп. Абу Бакр пайғамбардың алдына келген кезде, ей Абу Бакр, иман келтірерден алдын Құдай қайда деп сұраған жоқ. Омар келген кезде олай сұраған жоқ. Құдай аспанда деді, сонымен мұсылмансың болды. Григорий келсе, Григорий где Бог десе, на небе десе, мұсылман болдың, отыр деп айтпайсың ғой. Түсіңіз ба? Сондықтан бұл иманға қатысы жоқ әңгіме. Ұқсамайды, бүкіл жаратылыс Аллаға ұқсамайды.